Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл-күйлерің тамаша деп ойлаймын. Себебі бүгін теңдеу деген үлкен тақырыптың 4-ші сабағы. 4-ші сабағын бастамас бұрын бірден нейрогимнастика жаттығуларынан бастайық. Жарай ма? Ал кәнекей. Қолымызды тік ұстаймыз және көлденең. Ал ауыстырамыз. Тік, көлденең. Оңай ма? Ал кәнекей, осы жаттығуды кем дегенде 10 рет қайтала. Келістік па? Енді екінші нейрогимнастика жаттығуы. Окей, және де 2. Немесе 0, 2 десек те болады. Ауыстырамыз. Тамаша. Кем дегенде 10 рет қайталап, күніне 1-2 рет жаттықсаң, сен бұл жаттығуларды тез үйреніп аласың. Және де балалар, бұл тек қана ойын емес, бұл мына миымызды дамытатын жаттығулар екенін ұмытпа. Келістік па? Ал енді бүгінгі біздің сабағымыз басталмас бұрын алдыңғы 3 сабақты қысқаша етіп қайталап жіберейік. Сонымен математика пәні негізгі 4 амалдан тұратынын білесің. Ол қосу, азайту, бөлу, көбейту. Енді бұл амалдарды біз тез жаттап алу үшін қыздар, ұлдар деп бөлген болатынбыз. Есіңде ма? Не істедік? Бірінші ұлдарды еске түсірейік. Ұлдар бізде нық, бір-ақ рет қана сөйлейтін адамдар. Дұрыс қой? Ол қосу амалы және де көбейту амалы. Не істейміз? Қосу амалында біз автоматты түрде азайтамыз, көбейту амалында автоматты түрде бөлеміз. Міне, бұлар ұлдар. Ал енді тағы бір 2 ерке амалдарымыз бар. Оларды біз қыздар деп айтқан болатынбыз. Есіңде ма? Олар қандай еді? Азайту амалы және де бөлу амалы. Қыздар өте ерке келеді. Кәнекей, есімізге түсіреміз. Азайту бірінші ғ болған кезде қосамыз, қ болған кезде азайтамыз. Ал енді бөлуде бірінші компонент белгісіз болғанда көбейтеміз, екінші компонент белгісіз болғанда бөлеміз. Міне, бар жоғы осы 4 ереже. Сосын енді біз мына күрделі теңдеулерді шығарудың бір жолы ол не істейміз? Жай теңдеуге айналдыру. Жай теңдеуге айналдырғаннан кейін қайтадан мына ережелерді қойып шығара саласың. Міне, математика саған оңай болып келе жатыр деп ойлаймын. Алдында айтқанымдай, математиканы жақсы көріп, бар ынтаңмен шығара алсаң, математиканың кез келген есебі саған оңайға түседі. Балалар, бүгін біз 4-ші сабақта бір қызық теңдеулерді өтетін боламыз. Мен мына тақтаға қарашы, осындай теңдеулерді мынандай 2 түрге бөлдім. Бірден шығаратын және бірден шығарылмайтын. Енді ол қалай деп ойлап отырған шығарсың. Міне, қазір саған түсіндіретін боламын. Осы сабақтың алдында амалдардың орындалу реті деген сабақты сендерге жіберген болатынмын. Міне, сол сабақпен бүгінгі өтетін сабағымыз тығыз байланысты. Себебі теңдеу шығарғанда да амалдардың ретін білу керек. Кәнекей қараймыз. 3 көбейту 6, қосу 2 тең 48. Бірінші қандай амал орындалады? Әрине көбейту. Екіншісі қосу. Міне, мен мына көбейту, яғни көбейтуді біз 3-ке 6-ны бірден көбейте аламыз ғой. Міне, менің бірден шығарылатын деген теңдеуім осы. Яғни осының мәнін жазып, күрделі теңдеуді қарапайымға айналдырып аламыз. 3 алтым
18 қосамыз 2 тең 48. Міне, қайтадан күрделі теңдеуді жай теңдеуге айландырып алдық. Енді әрі қарай шығару бізге оңай. Қосуға берілген теңдеулер көзімізді жұмып тұрып айтамыз. Азайтамыз. X тең 48 үлкен саннан 18-ді азайтамыз. X тең 30. 30-ды X-тің орнына қоямыз. 3-ті 6-ға көбейтсек 18 шығады. 18-ге 30-ді қоссақ 48 шығады. Енді мына 48 бен 48 тең ба? Әрине тең. Біздің теңдеуіміз дұрыс. Енді тағы да осы бірден шығарылатын теңдеумен таныстыра кетейін. Мұқият тақтаға қарай қой. 32 азайту 12 қосу y тең 40. Амалдардың орындалу ретіне сәйкес бірінші азайту орындалады, екінші қосу орындалады. Біз енді қазір мына 32-ден 12-ні азайта аламыз ба? Әрине азайта аламыз. 32-ден 12-ні азайтсақ 20. 20 қосу y тең 40. Әр қарай шығару тіпті оңай. Не істейміз? Автоматты түрде азайтамыз. Y тең 40 азайту 20. Y тең 20. Енді 20-ны Y-тің орнына қоямыз. 32 азайту 12 қосу 20 тең 40. 32-ден 12-ні азайтсақ 20. 20-ға 20-ны қоссақ 40. 40 пен 40 тең. Міне балалар, бүгінгі біздің 4-ші сабағымыздың теңдеулері 2 түрге бөлінеді дедім. Бірден шығарылатын және бірден шығарылмайтын. Мына 2 теңдеуді бірден шығарылатынын көрсеттім. Ал енді қандай теңдеулер бірден шығарылмайды деген қызық сұрақ тұрған шығар ойларыңда. Ендеше көп кідірмей келесіге көшейік. Теңдеу мынандай. 36 қосу x көбейту 2 тең 48. Амалдардың реті бойынша бірінші қосу орындала ма, көбейту орындала ма? Әрине, көбейту орындалады. Екінші қосу орындалады. Енді балақай қарашы, мына x көбейту 2-ні біз дәл қазір шығара аламыз ба? Жоқ, шығара алмаймыз. Міне, мынау бірден шығарылмайтын теңдеу болып саналады. Ол үшін енді не істейміз? Мына қосуды оң жаққа қарай шығарамыз. Қосу оң жаққа қарай шыққан кезде не болады? Азайту болады. Сонда не болды? X көбейту 2 тең 48 азайту 36. Міне, бірден шығарылмайтын теңдеулерді біз қайтып аламыз. Күрделіден тағы да күрделіге, бірақ мәнін бірден таба алатын күрделіге айландырамыз. Енді мынау біздің 2-ші сабақта өткен теңдеуіміз ғой. Не істейміз? Мәнін жазамыз. X көбейту 2 тең 48-ден 36-ны азайтайық. 2, 4-тен 3-ті азайтсақ 1, 12. Міне, жай теңдеу шыға келді. Жай теңдеуді шығару бізге тіпті оңай. Не істейміз? Көбейту болғанда автоматты түрде бөлеміз. X тең 12 бөлу 2. X тең 6. 6-ны мына X-тің орнына қоямыз. 36 қосу 6 көбейту 2 тең 48. Тексереміз. 6-ны 2-ге көбейтсек 12. 12-ні 36-ға қоссақ 48. 48 бен 48 тең. Міне, бұл бірден шығарылмайтын теңдеу. Жарайды.
мүмкін біріншісінде әлі де кішкене мен шығара алмаймын бұндай теңдеуді деп отырған шығарсыңдар. Бірақ ештен кетпейді, сендер барлығында шығара аласыңдар. Себебі сендер алғыр оқушысыңдар. Келесі екінші теңдеуді де бірге қарастырайық. Жақша ішінде y азайту 3, жақша жабылған бөлу 4 тең 4. Амалдар орындалу реті бойынша бірінші әрине жақшаның іші орындалады, ал екінші бөлу орындалады. Қарайықшы балалар, мына y азайту 3 бірінші амалды біз бірден шығара аламыз ба? Жоқ, бұл бірден шығарылмайтын теңдеу. Сондықтан біз мына күрделі теңдеуді тағы да күрделендіреміз. Бірақ оның мына оң жақтағы өрнегі шығатындай ету керек. Не істейміз? Мына бөлу не болады? Теңдеудің оң жағына шыққан кезде көбейту болады. Ал енді жазамыз. Бірден жақшаны ашамыз. Y азайту 3 тең 4 көбейту 4. Мынау біздің екінші сабақта өткен күрделі теңдеуіміз. Мәнін шығарып жазамыз. Y азайту 3, 4-ке 4-ті көбейтсек 16. Міне, біздің бар мақсатымыз мұны қарапайым теңдеуге дейін келу. Қарапайым теңдеу азайтуға берілген. Не істейміз? Компонентті еске түсіреміз. Азайғыш, азайтқыш. Ғы белгісіз подсказкасы бар. Қосамыз. Y тең 16 қосу 3. Y тең 19. Ал енді 19-ды мына бірінші теңдеуге қойып шығарып көрейік. Жақша ішінде 19-дан 3-ті азайтсақ бізде қанша болады? 16. 16-ны 4-ке бөлсек 4. Мәні де 4. 4 пен 4 тең. Міне балалар, сонымен бүгінгі сабақты бір қорытындылап жіберейік. Бүгін біз күрделі теңдеулердің екі түрін шығардық. Бірінші бірден шығарылатын және бірден шығарылмайтын. Бірден шығарылатын теңдеулер бірден қарапайым теңдеуге өте береді. Әрі қарай алғашқы ережелеріміз, яғни қосу болса азайтамыз дегенді еске түсіріп шығара береміз. Ешқандай проблема жоқ. Енді ал екіншісі бірден шығарылмайтын теңдеуді не істейміз? Бірінші сол жақтағы тұрған санды оң жаққа қарай амалына сәйкес шығарып аламыз. Сол күрделі теңдеуді әрі қарай қарапайым жай теңдеуге айландырамыз. Міне, балалар, жалпы бүгінгі сабақты жақсылап тұрып, тағы бір рет қайталап көріп шығыңдар. Келістік па? Ал енді мына видеоның соңында әр сыныпқа арналған үй жұмысы тұрады. Сол үй жұмысын шығарып маған чатқа жіберуді ұмытпа. Ал мен сендерге жарайсың, сен алғырсың деген комментарий, яғни кері байланыс беруден шаршамаймын. Себебі сендер шынымен де алғыр, білім құмар оқушысыңдар. Келесі сабақта кездескенше